Одан кейін мазхаб мәселесінде байқап қалдық, әрбір жерде дар мұбарак ханафи мазхабымен деп айтады, бірақ өтірікші, мына жерде оқыпты, былай қылыпты деген сияқты. Және бір ролик жіберді. Бұл биылғы болған оқиға, қажылық кезінде болған оқиға еді. Біз осы неде болған кезімізде мынау Мекке қаласында, Аллах енді қабыл етсін дейміз, енді Аллах білуші ғой, қаншалықты шамамыз келгенше орындадық. Сол жаққа бардым. Мекке қаласында Раудатул Байт деген қонақ жайда жаттық. Ол жерде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан бірнеше имамдар бірге жаттық. Сосын жаңағы жұма намазына барайын деп шықтық. Жұма намазына бір сағат, 1,5 сағат қалған уақыт еді. Мешітке жолдасымыз екеуміз келсек, жаңағы мешітте адамдардың саны көп болуға байланысты, ол жақтың жолын жауып қойыпты. Біз артқа қайттық. Артқа қайтып, ең бір жақын тұрған мешітке кіріп намаз оқыдық. Сол жерде намаз оқыдық. Жұма намазы біткен болатын. Жұма намазы біткеннен кейін жұманың соңында адам өте азайған сәттерде сол құблаға жақын тұста едік. Сөйтіп жаңағы жұманың соңындағы сүннетімді оқып алайын деп кіріскен едім. Мен жалғыз емес едім. Менімен қасында бір кісі болған. Сонда мен намаз оқып жатқан кезімде ақ көйлек, ақ дамбалша киген, ет жеңді келген бір кісі мені сыртынан келіп жасырын түсіреді. Мен намазда аяқтауға жақындаған кезінде бұл томпаңдап қаша бастайды. Кейін білеміз ол кісінің кім екенін, қай мешітте жұмыс істейтінін, қандай имам екендігін. Қасындағы кісілер өкпелейді, бұнысы қалай? Сонда бұл имамның бәрі жаман деген сөзді білдірмейді. Бірақ имам адам иманды көтеретін жерге бара тұрып, егер сол жерде бір нәрсе болатын болса, намаз біткенімді күтіп, сіз неге намазда қол көтеріп оқыдыңыз деп сұрақ қойса болар еді, жауабын алар еді. Және ол кісі сондай бір Құран түскен қасиетті жерде ол үйді әуре болып түсіргеннен гөрі мен үйде де қолымды көтеріп оқитын кездерім бар. Қатты түсіру керек болса, кеп түсіріп алсын. Сонша жерге әуре болып барғаннан гөр. Сондан бұл имамдарға жарасатын тірлік емес. Бұны айтайын, имамдардың бәрі жаман деп айтқан жоқсыз. Имамдар ішінде сыртынан дұға қылатын қанша көркем имамдар бар. Өзіміз араласатын, жақсы көретін. Бірақ та мына бір қылық ол жақсы қылықтың қатарына жазбайды, жата қоймайды. Сонда бұл ханафи мазхабы деп келген кезде есімізде болсын, мен ханафи мазхабын жоққа шығармаймын, қолдаймын, ханафи мазхабынан бірнеше кітаптарды оқып шыққанмын, бірақ мен ханафи мазхабында фанат емеспін. Оны ашық айтайын сіздерге. Кей кезде фатуаларды салыстырған кезде басқа мазхаб, бір ғана мазхабпен қалмаған, 4 мазхабты да ғалымдар мойындаған. 4 мазхабта әхлі сүнна мазхабтары, Хамбали, Малики, Шафиғи. Егер біз енді бір қара жаяу емеспіз, сондықтан анау айтылған фатуалардың ар жағында қандай аят тұр, қандай хадис тұр дейтін болмасақ, сол аятына, хадиске қарап, кей кезде басқа мазхабтың да құрметпен аламыз. Басқа мазхабның бір фатуасын істеп қалу діннен шығарып кету емес. Сол үшін ол мені бір арақ ішіп жатқан жерінен түсіріп жатқан жоқ қой, бір интернетке салатындай. Бұл жарайды, адамдар үшін бір қызық шығар, бірақ Аллахтың алдында ол күнә ме екен? Өзіне сол сұрақты қойсыншы, ол имам жігіт. Сол түсірген. Сонда ол жерде кішкене батырлығы болатын болса, көтсін, сөйтіп сұрағын қойса болады. Сырттан түсіріп алып, томпаңдап қашып, одан кейін әлеуметтік желіге салып, оны бір ерліктеп істемей ақ қойса болады. Сонда бұл енді мұсылмандыққа жарасатын қылықтардың бірі емес.